Ішкі істер министрі Марат Ахметжанов және республика басшыларына қатысты президент Тоқаевқа, сосын Сенат мәжіліс депутаттарына көші-қон жөнінде. Көші-қонмен 2009 жылдан бастап қандастарға қолымнан келгенше көмегімді көрсетпек ниетте қарым-қатынастамын. Барғалы ешқашан қазақша қызмет көрсеткен жоқ олар. Не ауызша, не жазбаша ақпараттары. Базада әрине болып тұрды, бірақ та қаншама нетсем дағы, оларға айтсам дағы, жазбаша да ауызша да келесі жолы істейміз деп, келесі жолы тағда барлығы қайталанады. Сосын 2016 жылдан бастап видеоға түсіріп бастадым. Оны көптеріңіз кім қарайтын адамдар, енді сіздер емес шығар әрине, қарап отырады, көріп отырады. Бірақ та содан бастапты 16-17 әйтеуір жыл сайын түсіріп отырдым, бірақ та міз бақпады. Қазақ тілінде қызмет жоқ, қазақ тілінде ақпарат жоқ. Сосын 21 жылы алдымдағы барлық ақпаратты әдейі, тек қана орыс тілінде ақпарат қой, барлығын жұлып алдымдағы, сонда тастай салдым алдарына. Нәтижесінде маған мені сотқа берді. 10.200 айыппұл салды, апелляцияға да бердік, жеңілдік. Өйткені менің ұққаным тағы да бір дәлел, мына халықтың полиция, прокуратура, сот барлығы сыбайласқан деген. Сонысы енді дұрыс халықтың, солай ойлаймын біздің масқара енді жағдайда. Сосын екінші момент, енді оларға мемлекеттік тіл ешқандай керек жоқ, олар өз орыстар айтпақшы интерестермен жүріп жатқан адамдар, мен солай ойлап тұрмын, сол басшылары. Өйткені басқаша болса прокуратура ойланушы еді. Неліктен 12 жыл Руза Бейсенбай-тегі жүр, видеоға да жариялап, бұлай да арыз түсіріп, олар менің барлығы жергілікті мына билік қарап отырғанын мен 100% білемін. Неге солай болып жатыр деп. Мұны гәп не деп, әмбеді емес, мен 19 жыл ма, 20 жыл есімде жоқ. Әйтір жол тастардың алдында бір жазған, Фейсбукта да мені қарап отырады, әйтір Фейсбукта ма жазған бір жерде. Бір нешет мүмкін жаздым. Әр гәп сонда, неге терсі қалың десем, бір қандастың, менде тіркелмеген айтқаны, бізді осылай тіл білбеуімізбен қинайды. Нәтижесінде біреуді көрсетеді, айтады, мына кісі сізге көмектеседі деп. Ол кісі айтады, ықтияр хаттан бастап азаматтық қалуға шкен, барлығын істеп берем, 200 мың теңге. Соны мен Тұрғынбаевқа жазып жібердім. Министр болып тұрған кезде, шатаспасам 2 рет жаздым ба, 2 ретте 11 видео жібердім, 2 ретте маған айтты, өтірік. Сіздің айтып тұрған видеоңызда өтірік, қызық, мен бір монтаж, бір Голливудмен де студиям бар сияқты деп хат келді. Бірақ та соттың нәтижесінде, енді сот туралы сөйтіп айта алмайды ғой. Қызметшілер бәрі қазақша білетін деген. 4-еуі де қазақша сөйлеген жоқ. Біреу ғана әзер-пәзер білетін болып шықты. Өйткені айтты, мне удобнее легче говорить на русском языке деді. Қалған түсінбейді қазақ тілін, менеке осылай. Соны түсінбейтін, білмейтін адамдар, тағдырын шешіп отырған, дағдығын оралмандардың тағдырына видеоларында бар, сондай жағдай. Сонда соттағаннан кейін, мен тағда жаздым ғой, соттың несін әшкерлеп жаздым әлеуметтік желіге. Нәтижесінде назар аударды 200 мыңға, былайша айтқанда. Содан кейін оларды жазылады әртүрлі. Қазір басшылары орында жоқ, облыстықта, қалалықта. Кішкене біршама қазақшасы түзелген сияқты болды, бірақ та
қазір тағы да сол әніне ескі көшіп жатқан сияқты. Оған дәлел менің осының алдындағы бір апта бойы қойған видеоларым, жазғаным, қойғаным ютубта, негізінен ютубта Роза Бейсенбай-тегі деген каналымда. Енді мінекей осыларға байланысты тағы да бір сұрақ туындап тұр. Мінекей бұйрық бар екен. Осы министрліктің, Марат Нұршек сіздің, бірақ та 15-ші жылы шыққан басқа министрдің кезінде нөмір 992 бұйрық. Мына анықтама. Құжаттардың ішінде сіздер бір анықтаманы сұрайсыздар. Ол анықтама сотлығы жоқ деген анықтама, не бар деген. Соны жаңағы бұйрық 992 15-ші жылдың. Соның нөмір 3-ші қосымшасында 8-ші бөлігінде, ол өзіне күшіне енді осы қаңтарда 23-ші жылы. Онда жазылып тұр бұлай: Қытайдан келген азаматтардан анықтама сотлығы туралы алынбайды деген. Нақтылы сөзбе сөз, содан енді кімге керек оқысаңыздар болды. Сонда мінекей мен ютубтан көріп қалдым. Кездейсоқ 25-інде бізде бір келіншекті Қытайға депортациялайын деп отыр әйтеуір. Сол құжаттарының ішінде осы анықтама болмаған үшін. Қандай сөзбен айтса да, басқа сөзбен айтты ғой деймін, әйтеуір нақтылы айтты: сіздің құжаттарыңыз ішінде мінекей осындай анықтама жоқ екен, сондықтан мінекей біз сізді виза бере алмаймыз сізге. Сондай мағынада. Сұрақ: неге бола тұра мына біреу құжат, бұйрық министрліктің өзінің, мына біздің дәулет департамент басшысы көшіп-қон айтады: біздің министрліктің ішкі бұйрығы бар. Біз сол Қытайдан келген оралмандардан сұраймыз, нені? Анықтаманы сұраймыз. Сондай бұйрық бар дейді. Ол енді 100% мені мынандай ойға итермелейді. Мынау енді пара алудың көзі. Ойым осы. Өйткені басқаша менің миыма сыймайды қалай. Сол сұраққа жауап берсеңіз. Сосын екінші мәселе. Мына Ресейден келген бір қандасқа көмектесуге барғам. Онда айтады: мінекей сіздің осы анықтама сотлығы туралы ақ қағазда. Ал ол болу керек көк қағазда. Жақсы, мүмкін сол жағын зерттеген жоқ, мүмкін сондай құжат болу керек шығар. Бірақ та біз одақтас неміз, мемлекеттеріміз, соның ішінде кедендік одақ бізде. Қатысты, енді бәртарымыз кедендік одақтың ішіндеміз. Сонда екі министрлік, ішкі істер министрлігі, сіздер осыны жеңілдетіп, жаңағы ақ қағазға да берген солардың үкіметінің мөрімен, жергілікті органдардың мөрімен, солардың Ресейдің заңына сәйкес. Көк қағазға да берген, әйтеуір сол органдар, мүмкін кішкене басқа органдардың бәрі де сол үкіметпен беріледі. Сонда сіздер ерекше жағдай жасап, мысал үшін ерекше ереже жасап деген сияқты, неге соны істетпейсіздер? Өйткені қазіргі жағдайда орыс, енді Ресейден келген қандастардың әсіресе мына қайтадан сол анықтамаға жіберу, ол енді соғысқа мүмкін жіберумен пара-пар. Оларды мобилизация жасап, ұстап алып, мысал үшін, мұнда тірі келсе де ұстап алып, Украинаға жіберуге мүмкін ғой. А соғыста енді тірі келбеуі де мүмкін. Сол жағы неге толғандырмайды? Енді осы екі жағдайда Қытайға адамдар баруға қорқады. Екінші қайта, қалай айтыр. Өйткені лагерлар бар екен, бүкіл дүние жүзінен естиміз біз. Содан қорқады. Мына Ресейден енді қазір неден, мобилизациядан қорқады. Енді сіздердің қит-тұрқыларыңыз сонда осымен пайдаланып ақша жасап отырсыздар ма? Егер солай болса, бұл қылмыс. Сондықтан
прокуратура, бас прокуратура, антикор, Тоқаевтың өзі, президент, мінеки, жаңа Қазақстан істейміз деген коррупциядан ада, сот, әйтеуір барлықтарыңыз, сенат, мәжіліс, жедел назар аударыңыздар. Мынау менің айтып отырған дабылым, осы дабылға менің ойымша көп қазақ азаматтары қосылады. Мінеки, осындай масқаралықтардың, қитұрқылардың болып жатқан арқасында, Қазыбек Иса мәжілісмен айтқандай, 91 жылдан бастап 30 есеге азайды оралмандар. Мінеки, кеудеден итеріп, ұлан байтақ жерімізде қазақты ашлықта ұстап отыру, мінеки, ол қылмыс бірінші. Екінші, осы азаматтар неге ойламайды? Миллиондаған орысқа шекарамыз ашық. Енді Қытайға да шекарамыз айқара ашылды. Мұнда тәуелсіздік, мемлекеттілік туралы ойлайтын азаматтарды қоюыңыз керек. Тәуелсіздік барлығынан қымбат дедіңіз ғой, Тоқаев мырза. Назар аударыңыз. Талап етем. Роза Бейсенбайтегі, Кереку қаласынан. Тағы да қайталаймын. Көп қазақ осыған қосылады.